20 ғасырдың басы қазақ халқы үшін ең күрделі әрі тағдырлы кезең еді. Бұл уақытта қазақ жері Ресей империясын толық отарына айналып, халық өз жерінде өгей күш кешті. Жер тартып алынды, тіл мен діл шеттетілді. Ал білім мен баспасөзге жол жабық болды. Осындай қиын уақытта қазақтың ардақты ұлдары Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов сияқты тұлғалар халықтың көзін ашуға кірісті. Олар жақсы түсінді. Бостандық пен білімге апарар жол сөз бен баспасөзде. Сол мақсатпен 1907 жылы қазақ халқының алғашқы саяси басылымдарынан Серке газет дүниеге келді. Бұл газет қысқа ғұмыр сүрсе де, қазақ ұлт рухының мәңгілік белгісіне айналды. Серке газеті 1907 жылы Санкт-Петербург қаласында жарық көрді. Ол татар тіліндегі Үлфат газетінің қазақша қосымша ретінде басылып шыққан. Газеттің атауы да мәнді, серке дегеніміз, малды бастап жүретін жолбасшы. Демек, газетте халықты оятатын, жол көрсететін, рухани серік болуды көздеді. Газеттің алғашқы нөмірінде қазақ халқының ауыр тұрмысы, жер мәселесі, білім мен теңдік жайында өткір мақалалар жарияланды. Бірақ патша үкіметі бұған шыдамады. Себебі бұл басылым отарлық саясатқа қарсы пікір айтты. Бар жоғы 2 нөмір шыққаннан кейін серке жабылып, таратушыларға жауапқа тартылды. Алайда оның сынған идеясы еркіндік пен ояну идеясы халық жүрегінде мәңгі қалды. Міржақып Дулатов қазақ халқының ұлы перзенті, ойшыл, ақын және қоғам қайраткері. Ол Серке газетінде жарияланған "Біздің мақсатымыз" атты мақаласында елді бірлікке, білімге, еркіндікке шақырды. Мақалада ол былай дейді: қазақ халқы надандық пен қорлық ұйқысында жатыр. Егер біз оянбасақ, келешек ұрпақ бізді кешірмейді. Бұл сөздер сол заман үшін үлкен батылдық еді. Өйткені ол халықты отарлық саясатқа қарсы рухани күреске шақырды. Патша үкіметі мұндай үндеуге қорқып қарады. Сондықтан газетті дереу тоқтатты. Ал авторлар қудаланды. Бірақ Міржақыпты ешқандай тыйым тоқтата алмады. Ол күресін жалғастырды. Кейін ол қазақ халқының оянуына себеп болған атақты "Оян қазақ" кітабын жазды. Серке газеті қазақ баспасөзінің алғашқы қарлығаштарының бірі. Ол қазақ халқының ұлттық санасын оятуға жол ашты. Кейін оның Знайқап журналымен қазақ газеті жалғастырды. Бірақ дәл Серке қазақ халқының алғашқы саясиін жеткізген басылым ретінде тарихта қалды. Газеттің басты маңызы ол қазаққа өз үнін табуға мүмкіндік берді. Серке бізге көрсетті: халықтың мүддесін қорғау үшін сөзде қару бола алады. Баспасөз еркін ойдың тірегі. Ал шындық үшін күрес ешқашан бекер болмайды. 1909 жылы жарық көрген "Оян қазақ" кітабы қазақ рухының манифесі болды. Бұл кітапта патша үкіметіне ұнамады, себебі ол да халықты еркіндікке шақырды. Міржақып Дулатов түрмеге қамалды, артынан айдауға жіберілді. Бірақ оның идеясы халыққа тарап кетті. Жасында қарияның да жүрегіне жол тапты. Міржақып өмір бойы ұлт үшін қызмет етті, ұстаз болды, баспасөзде жазды, алаш қозғалысына қатысты. Ол да өз халқына адал, ел үшін жанын қиған азамат еді. Өз өлеңдерінің бірінде ол былай деді: "Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін". Бұл нағыз ұлт қайраткерінің өмірлік ұраны еді. Бүгін біз тәуелсіз елміз. Бірақ осы еркіндікке жету үшін Міржақып Дулатов сынды ерлер өз өмірін арнады. Ол газет арқылы халықты оятты, сөз арқылы еркіндік рухын таратты. Бүгінгі ұрпақ Міржақыптың аманатына адал болу керек. Ол білім алу, елін сүю, әділдік пен бірлік жолында еңбек ету. Міржақып Дулатовтың өмірі мен Серке газетінің тағдыры
еркіндік пен әділдік үшін күрестің символы болып қалады. Түк шіркін-ай! Сонда осында отырған бәріміз жұмысымызды тастап, бүкіл өмірімізді дулатты ақтауға жұмсауымыз керек екен ғой. Сен сонда алма. Дұрыс айтасыз аға. Жұмсауымыз керек. Өйткені ол Дулатов. Білмесеңіз мен сізге айтайын, ол бүкіл қазақты оятқан Дулатов. Қазақтың тұңғыш романын жазған Дулатов. Елдің есінде түгел, түсінде жоқ заманда есеп кітабын жазған Дулатов. Сіздің анау қосуыңыз бен алуыңызды, көбейтуіңіз бен бөлуіңізді қазақшалап шығарып берген дәл сол Дулатов болатын. Оның публицистикасын әрбір қалам ұстадым дегендерге сабақ қылып өту керек. Онсыз да мынау оқулықта оның аты жазылмаған қаншама шығармалары жүр. Қазақстан тарихын 300 беттік кітап қылып шығарған ең бірінші сол Дулатов емес пе? Тағы несін айтайын? Жоқ әлде түрмеде жатып күллі түркі баласына орысша сөздік жазғанын айтайын ба? Болды, кетеді. Шу болады ертең. Естісен, білсін, айтсын, шуласын. Ондай қуат, ондай жалын, ондай алапат өртті ешқандай да топан су сөндіре алмайды. Қазаққа қылған қызметі ешқашан ешкімде ұмытпайды. Оны халық жау дегендердің өзі халыққа жау.